көңілің дей берсін. Той құтты болсын деп, ал ендеше әдемі ақ тілекті, жақсы бір ниетті өздеріңізден жалғайық. Той ұзағына сүйіндірсін кәдеге. Ал құрметті Құдағи, міне бүгін мерейтойыңызға бәріміздің басымыз қосылып жатыр. Осы жерде бөтен адамдар жоқ. Құдағилар, жолдастарыңыз, Мараттың жора жолдастары. Бәріміз белгілейтін тек қана зор денсаулық. Міне осы денсаулықтың арқасында бәріміз басымыз қосылып жатыр осы тойға. Құдағиым тілейтінім тек қана зор денсаулық. Сол денсаулықтың ішінде бәрі бар, бақыт та, ақша да, денсаулық болса бәрі болады. Сол Құдағи жасыңызға жас қосыла берсін. Өсіп келе жатқан немерелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіз. Марат пен Маржан сізге әлі біраз немере тұрсын. Шаршамай, қажымай, осы бір қызығына тоймай жүре беріңіз, Құдағи. Кеш жарық. Біз алыстан Северный Казахстаннан келіп отырмыз. Специально біздің Құдағиымыз, алтын Құдағиымыз алысқа толып жатыр. Құдағи, тек қана тілейтін сізге денсаулық. Денсаулықтың ішінде бәрі де бар. Бақыт та бар, ақша да бар, байлық та бар. Тілейтін қана алмаңыз. Мына кішкентай бөпелеріміз өсіп келе жатыр ғой, сол қызығын іздей көрейік, бірге болайық. Ал Құдағиымызға деген подаркіміз бар да, соны тізімдеген. Рахмет, алтыннан жарқырап жүре берсін деп, мінеки тамаша. Әрі міне Айжібектің ағашысы. Құдағиыма алтын сырға тағып жатырмын. Айжібек қызымыздың тұсаукесер тойына нағашысы алтын телеу. Осы 31 октябрьде Марат ұлымның тоже туған күні екен. Оны жолда естідім. Сол Маратқа міне алтын сақина келсін болды. Ой, бәрекелді, алтыннан жарқырап жүре берсін мінеки Құдағиымызды алтынмен аптап күреспен қаптады. Құтты болсын деп бір қол соқ қойсаңыздар, алтыннан жарқырап жүре беріңіз. Мәге алтын құтты болсын. Рахатын ламбарт көрмесін. Сәл қыстырған өткі жүрген әдетіміз бар ғой өзіміздің де. Той құтты болсын. Енді мінеки бүгінгі. Рұқсат болса, ерге жаңағыда тәке тілекте жақсы бір ниетті айттыңыз. Енді Құдағиға деген соны ойына алысынан ат тілетке отыр. Өзіңіздің бір ауыз тілегіңізді жақсы бір ниетіңіз тағына тыңдайық кәдеге. Тілек артық тыңдайды. Рахмет осылай. Құдағи, сол жерден ақша шақып келіп отқандарыңызға рахмет сіздерге. Осылай тойлы сіздерге бұйыра берсін Құда қаласа деп. Немерелі, шөберелі бола беріңіздер. Солардың қызығымен рахатын көре беріңіздер. Әйгіл Құда шағыда соны тілеймін. Құда қаласа деп. Осы кісілер жол бере берсін сіздерге. Рахмет бәке. Рахмет мың алғыс. Ал ендеше Беннегүл ханым өзіңізден де бір ауыз тілек болсын. Құдағиға деген бүгінгі тәп-тәтті немереңізбен, ұлыңызға деген, келініңізге деген аналық жүректегі жақсы бір тілекті тыңдайық. Қазақта сөз бар ғой, дүниеде кім күшті?
Әуелі Алла, екінші ана күшті. Небір патша ананың үстін ішті. Басымен тағзым ет аналарға, аналармен гүлденген жердің үсті. Түнде тұрып, мұздай бес таянған, перзент үшін талай тер төккен. Осы отырған адамдардың барлығы ананың ақысын ішіп жеткен. О адамдар, іздесек те таба алмасын жер көктен, бір қолымен тербет сағы бесікті, бір қолымда әлем тербеткен десен. Әлем тербеткен Пернегүл анамыздың туған күні құтты болсын деп, тағы да бір қол ұстап қойсаңыздар жараса. Той құтты болсын. Тағы да сіз себеп бар ма? Құрметті қонақтар, мен әкелген шашуым бар еді, соны таратып шығуға болады. Бәрекелді құдағайдың шашуы барша келген қонақтарға жылысты болсын, сонау Семірден алып келіпті. Арнайы бүгін қуаныш күннің немересінің құдағайдың туған күнде әр столға бір-бірін салыңыз, әр столға өздері әйелдер біледі өздері қайтып бөлеседі. Көп рахмет. Ал енді шақсақ болса, бәріне қалған өзімізден бір ауыз тек болсын, жақсы бір ниет болсын, тілек қабыл болсын. Тағы да бір құрмет көрсетіп қойсаңыздар бәріне қалғанның ақ тілегіне. Рахмет болсындар. Құрметті тойшыл қауым, бүгінгі тойға келгендеріңізге, менің қуанышымды бөлісуге келгендеріңізге мың-да бір рахмет. Құдайға шықсына, Көкшетаудан ар жағынан менің құдағиларым келіп отыр. Жолдастарым келіп отыр. Астанада менің коллегам келіп отыр. Аллаға шүкір. Астанадан жолдастарым, Уральскіден жолдастарым келіп отыр. Шымкенттен келіп отыр. Астанадан подружкаларым келіп отыр өзімнің. Мың-да бір рахмет. Жаңа құдалар, мен жаңа Самат күйеу баламмен Айжан сіңлімнің құдалары келіп отыр. Бірінші рет танысып отыр. Бәріңізге мың-да бір рахмет. Сонау Астанадан Нұрсұлтан жәрін келіп отыр балаларына. Бәріңе мың-да бір рахмет. Бүгінгі тойды жақсы өткізейік, қызықты өткізейік, құда қаласа. Тойымыз тойға жалғаса берсін. Құрметті құдағиларым, Аллаға шүкір, неше тойды бірге өткізіп жатырмыз. Аллаға мың-да бір тойға осындай жаңағы араңыз болмасын, осындай тойларымыз көп болсын. Құдайға шүкір тойға ұласа берсін, дендеріміз сау болсын. Аман есен ендерімізге сәлем айтып құда қаласа, жақсы тойларды кездесе берейік. Мың-да бір рахмет. Бауырларыма, ұлым мен Марат ұлым мен Маржан келіндіме, Аружан қызыма мың-да бір рахмет айтқым келеді. Саяжан қызыма, Жұмагүл сіңліме, Рақия әпкеме, бауырларыма бәріңе, Ербол, Ақтолқын, Мөлдір, Гүлнұр, Айдос, аталмаған кім бар, Айжан, бәріңе мың-да бір рахмет. Айбек, ойбай, Самиларына мың-да бір рахмет. Осындай тойда ғана қосылмай астарымыз құдамыз, той-тойға оласа берсін. Менің де мына тойдан, мына ең тойдан азғандай сыйлығым бар еді, құдағайыма деген, соны тақсақ деп отырмыз. Шағала болсаңдар, ұрыңдар, ұрмасында қойыңдар. Қаттырек болсаңдар, шағала барадам сияқты. Ой, бәрекелді, алтына жақырып жүрі берсін. Қазақтың үш нәрсемен кескен ғой. Тоқ шекпен, көк шөппен, ала жіппен кескен. Тоқ шекпен кескен білесіздер мағынасы қарны тоқ болсын, уайымыз жоқ болсын деген жақсы бір ниетпенен. Көк шөппен кескен әрине шыққан жерінен басқан әрбір қадамды көгеріп, өсіп, өніп, көгере берсін әрине. Ала жіппен кескені біреудің ала жіпін аттамасын, Алланың әрине тура жолынан таймасын, жақсы жігіт болсын деп мінекей бізде енді Алла жіппен кесейінде жатқан жайымыз бар. Қазақтың көк туын төбеге желбіреткен керемет бір азаматша болсын деген жақсы бір ниетпенен. Аллаға шүкір. Одан кейінгі мына Қалдыкүл Рахия, біз енді Рахия кесірейін деп отырмыз ұрымдар. Сол кісідей болса жаман болмайды, өте көпшіл, жанашыр, менің ыстығыма, суығыма жүгіріп өзінің қызығындай бәрі сол жанашыр жүректі, сондықтан сондай болсаң, сондай көпшіл болсаң жаман болмайсың деп өзім туған әпкем Рахияға кестірейін деп отырмын. Рахия анасы студию деймін. Рахия
Ағамды ортаға шақырып, өзінің тамаша дайындаған сценариймен шақырайын ендеше ортаға. Бір қолса қойсаңыздар, қошемет, Рахия әпкемізді ортаға шақырамыз, байқап тұрсыз әнейтіндей. Басында киім-кешегі әп-әдемі әже болып келіп отыр. Құтты болсын талабың сенің, сұраймын шын жүректен, дегі өмірден тұзылмасын қалабың сенің. Тәй-тәй балапаным қас-қас, ботақаным қайға, қадамыңды бас, айналайын тәй-тәй балапаным қас-қас, ботақаным қайға, қадамыңды бас. Бүлдіршінің дүменің қалауымды берейін, тәй-тәй басып келші жаныма. Шын жүректен тілеймін, қадамыңды санаймын, қаз-қаз басып көрші тағы да. Тәй-тәй балапаным қас-қас, ботақаным байқа, қадамыңды бас, айналайын тәй-тәй балапаным қас-қас, ботақаным байқа, қадамыңды бас. Бүгін қызымыздың тұсауын кесіп жатырмыз. Тұсауын жеріп бағанада айтып өттім. Өмірге деген жолы ақ болсын, сүрілмесін, құламасын. Өмір жас ұзақ дені сау болсын. Пернегүл сіңліме рахмет, мені ырымдап, менің немерелерім бар, шөберелерім бар екенін біліп, маған берген үлкен, бұл маған деген бір сый, сипат. Рахмет, Айжібегіміз мен сияқты үлкен әже болсын, немерелі, шөберелі болсын, жасы 100-ге жетсін жаным. Давай. Әумин. Давай, бісмілләхи тұсауын кесейік. Ең қолынан жіліктетілген, мамаша бектесін. Тұсауын байда болайын әуелі. Ал кішкентайлар, шабалақ ұрылығырайық, кішкентайлар. Ой, молодец. Ой, қошемет осы жерде шабалақ болады енді. Ал қолға бір жағынан ұстаңыз. Кет дегенде ше, тәй-тәй басамын.
Қолына бірден ұстатып жіберсеңіздер. Өз таңдайын дейсің, мамасын таңдап отыр, мамасының қыз болады ғой. Ал. Отағаным байқар, ағанымды бас, айналайын тәй-тәй, апасы сияқты әнші болады. Құдай қаласа Әжем сияқты әнші болады, құда қаласа. Енді мына тұсаукесер дейді ғой, бұл өте үлкен арым. Мен осыларымда өзімнің бір түйір қызым бар. Сол қызға арымдап берейін, сонда тұсауын берсейін. Әумин, құдай қаласа. Бір қол соқпай жағыңыздар. Ай жібекті. Әне жігіт келіп отыр өзі, қошақ жігіт келіп отыр. Алдағаш. Папасы сатып алсын. Қыз керек па? Папасы келді, барат. Тұр жүре. Тойғы шабаланып қойыңыздар. Қошымен. Қызымды алай. Аладес. Бір соқпай жағыңыздар. Құтты болсын. 10 болсын деген сол келсіңдер. Рахмет, көп рахмет, аман болыңыздар. Өзі қала басыңыз Ал енді өзі таңдап, алтынды өзі таңдап алсын деп конверттің ішінде мінекей алтын сыйлап алып келді. Құтты болсын. Болмады конверт кімге лайық? Қолыңызды алып кетті біреу. Оказывается, мамда біреуді арымдап беру керек. Мен қайта сол қызыма арымдап беремін. Ой, бәрекелді. Қол соқпай жағыңыздар. Қайда? Құтты болсын. Бәрекелді. Алла берсе сіздің құда қаласа шаңырағыңызға тұсаукесер тойға бара берейік. Ал қуаныш құтты болсын. Рұқсат болса енді әрмен қарапанда тойымызды жалғастырып, жақсы бір тілекті, жақсы бір ниетті, осы ретпен қыз алыс қыз беріскен барша құда-құдағиларды бір той төріне шақырып, ақ тілектерін тыңдаған жүзді отырмыз. Роза құдағи бастаған несібелі және де осындағы шақсанам Майсатай келсеңіздер айдын шығар. Тасболат және де Бибайша, Мираш, Рахила есімді құда-құдағилар төрдетсеңіздер. Және де бұрыннан деп отқан маңызды құдалар Абай Күнсұлу Бақыт Жұраймен төрдетсеңіз, Омар, Болат, Талғат, Зая, Әлишер, Қарлығаш, Зулия, Шапкат, Шолпан, Қазбек, Гүлжан есімді Алматтан келген қонағымыз екен. Барша аталған құда-құдағилар, Алла қосқан құттықтарыңызбенен той төрінен табыла қойыңыздар, есімдеріңіз аталмай қалса ренжімеңіздер. Келіңіздер ортаға, құда-құдағилар. Той құтты болсын, келіңіздер. Жаным жайнай құдаша, бар сұлуларды ұраса, Үн бала құдаша. Өргедей. келбері бағым болда, мендегі жалын жанға, сендегі жүрек шыдаса. Ей құдаша, қайтемір көңіл құласа, кешінде бір билейік, осы бір әнім ұнаса. Ей құдаша, қайтемір көңіл құласа, кешінде бір билейік, осы бір әнім ұнаса. Келіңіздер, барша құда-құдағилар. Әлеуеттің маңыздың жеңшаттары төрденіңіздер. Құдаша, құдағи, барша. Қолыда балдай құдаша, жүз аппақ қардай Достың той сіргіде құтты шығысты болсын, немере сүйгендер, шөбере сүйгіңіздер. Шөбере сүйгендер, құдай қаласа шөпшек немене туашаттың қолынан да бал жылауға Алланың өзі жеткізе берсін. Ал той құтты болсын, құда-құдағилар, жол сұрағымен жөн сұрағынан айыбы жоқ, кімден бастайын? Кішкене жолысын тәжіп өтсеңіздер. Үлкендері. Ал енді. Құдағи, қуаныш құтты болсын, өзіңіз бастаңыз.
Bölünmeйтін бөлеген. Ал, құлеге, тілек айтыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, кеш жарық. Наверное, қазір өте қуаныш жағдай болды. Құда қаласа, мынау көп құдайлармен танып отыр. Мен де құда боламын. Бірінші өзім таныстырып кетейін. Есім Бақыт болады. Жұбайым Олеся болады. Единственно, біріншіден сіздің юбилей дейді ғой енді. Құда қаласа. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Бақ береке табарсын. Құда қаласа өсіп өңкеп отқан бала шағаңыз, немере шөбере көріңіздер. Солардың рахатын көріңіздер. Әрқайсысы солардың бақытын сіздер алмаңыздар. Құда қаласа аман есен күн ойнап жүре беріңіздер. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Таныстығымыз арттыра берсін, Құда қаласа. Бұдан да үлкен той жиындарда отыра берейік. Енді жаңағы немереңіздің жаңағы тұсаукесері құтты болсын. Үлкен азаматша болып өсе берсін, Құда қаласа. Бәріміздің бақытымызға мәртебеліден биіктен көріне берсін. Ассалаумағалейкум. Ұзақтан келген, жақында келген құдағилар, көрші қолаңдар, ұзақтан туып, Пернегүл құдашамыз Астық қаласынан келіп, бас жиып, біздерді бәрімізді бас қосып отыр. Құда қаласа мынау Пернегүл құдаша тойларыңыз құтты болсын, мерейтойыңыз құтты болсын. Кішкенелеріңіз ұзақтан шыңнан көріне берсін. Осы той бәрімізге жұғысты бола берсін. Өзімізге шабыла болмасақ жота қалағандар ешкім қол қосып айтқан сияқты ғой. Сәл кішкене рұқсат болса сәл сабыр сақтап тілекке құлақ асып отырайық. Жаңбыр жаумаса жер жетім, тыңдалмаған сөз жетім дейді. Сондықтан да сәл сабыр сақтап құда-құдағиларымыздың тілегіне құлақ асайық. 2 айын өсек айтса, 3-ші айын тағдыры шешіледі дейді. Сондықтан да сәл сауық сергетіңіздер. Тілек жалғастырайық тағы да құда-құдағилар қуаныш құтты болсын. Бәрекелді. Құрметті қонақтар, бүгінгі себеп қошамыз Пернегүлдің 60 жылдығы. Осы 60 жылдықта жан-жақтан қонақтар келіп жатыр. Астанадан, Уральскіден, Алматыдан. Пернегүлдің құрметі бойынша бәрі. Пернегүл енді 60 жылдық Алланың берген жасарыққа берген, жасың жасай бер, ұзыңнан қызығын бер. Осы тойға ұласа берсін. Ол тойыңды жаса, қызың ұзар дегендей. Осы тойда бәріміздің басымыз қосыла берсін. Құтты болсын, немере тойыңызда құтты болсын, тұсаукесері. Өмір жасы ұзақ болсын. Қызықтап тойлауға кездесемін. Ой, рахмет. Тыныш деп бағана бір айтып атырмын. Бетейікші. Пернегүл ханым 100 жасасын дегендер 10 қолын көтерсінші. Бойымызда асырып көтерекші, 2 адам өз қол көтермейді, біреу қолтық жұртын екіншісі көре алмайды. Сол 10 қолдарыңызда оң жақтағы адам иығына қойыңыздар да, иығына. Сен жақсы адамсың деп қойыңыздар. Құда қаласа осы Айшбектің ұзатып тойында кездесейік дегендер сол қолын көтерсін дегендер. Сол жақтағы адам иығына қойыңыздар да, сен тыныш отыр дегендер. Сәл тыныш отырайық та енді. Тілек ақтарып жатыр. Жақсы ниет ақтарып жатыр. Тілекке құлақ асайық. Ал іштей бір әумин деп қойсаңыздар да нұр үстінен нұр болады. Ал тілек қабыл болсын, тағы да жалғастырайық кәдеге. Пернегүл туған күні құтты болсын. Қысқа әдемі ақ тілек тағы да бар ма? Тілек ететін жандар, құдағилар, құдашылар, кәдеге, бір ауыз тілек. Саламатсыздар, той жылдауы, той құтты болсын. Пернегүл 60 жасың құтты болсын. Алланың берген жасын жасай бер. Тілейміз саған барлық жақсылықты тілейміз. Айыр бақытын тілейміз. Немеренің тұсаукесерін істеп жатыр екенсің. Қызың үлкен азаматша болып өсе берсін.
солардың қызығын жазуға нәсіп етсін Құдайым. Осы сенің бұдан да үлкен тойларына куә бола берейік. Той қыларсың. Сол денсаулық тілеймін. Құдағайдан әдемі ақылбек болсын. Қош келдіңіз, красавица, молодая, золотая Құдағайға бір қол соқ қойсаңыздар. Тілек қабыл болсын. Той құтты болсын. Мен құтты шағын бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Кішкентайдың тұсаукесері құтты болсын. Үлкен азаматша болып, еліне елеулі, халқына қалаулы азаматша болып өсе берсін. Сол Құда қаласа тойында не жақсылығында бөлісіп бізде жүре берейік. Не деймін? Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Сізге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Екі дүниенің бақытын тілеймін, әйел бақытын тілеймін. Құтты бола берсін. Не деймін? Бақыттың назарында, Алланың назарында болып жүре берейік. Рахмет, мынауыңыз. Тағы да сіздер әлі шықпа. Айтпасаңыздар болмайды дейді. Сіздер айтпасаңыздар тойды басынан бастаймыз. Саламатсыздар ма? Пирник Гулябше. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья, долгих лет жизни. Оставайтесь всегда такой молодой, красивый. Дай Бог вам счастья и здоровья. Ваш Гуляб. Ой, спасибо, аплодисменты. Орысша түсінен періштелер әумин дей берсін. Рахмет, қуаныш құтты болсын. Тағы да бар ма тілек ететіндер, болды ма? Болды ма, қосыламыз ба? Бәріміздің тілегіміздің, бәріміздің ниетіміз бар ғой енді. Бір сөйткені сол еді, естелік болсын. Келіңіз, армада болсын билемізді.